Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мясо по-французски фаршпен ыстық тағам рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл өте оңай жасалынады, ерекше дәмді тағам. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар картошка. Біз картошка көбірек болғанын жақсы көреміз, сол себептен менде картошка көбірек те болады. Фарш, сыр, майонез, тұз, бұрыш. Бірінші фаршымызға тұз, қара бұрышты салып, бір үлкен қасық сұйық май құйып, егер фарштарыңыз майлы болмаса, егер фарштарыңыз майлы болса, онда сұйық майдың құюының қажеті жоқ. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Фаршымыз дайын, енді теркадан картошкаларымыздың барлығын өткізіп аламыз. Картошканы өткізіп болғаннан кейін картошкамызға тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып қоямыз. Сырымызды да теркадан өткізіп дайындап аламыз. Мясо по-французски фаршпен жасалынатын тағамымыздың ыдысын бірінші астын сары маймен майлап аламыз, себебі картошкамыз жабысып қалмас үшін картошкамызға сұйық май қоспайтын боламыз. Сол себептен астын сары маймен майлап аламыз. Біз картошкамызды тұзбен, бұрышпен араластырып қойғаннан кейін картошкамыздан суы көбірек бөлініп шығады. Сол себептен қолымызбен суын сығып тастап, картошкаларымызды ыдысқа салып аламыз. Картошкаларымызды қалынырақ қылып саламыз астына, үстіне майонез жағып шығамыз. Егерде майонез майлы болып кетеді десеңіздер, майонез жартылай қаймақ қосып салсаңыздар болады, жақсаңыздар. Егерде диетада болсаңыздар, майонездің орнына тек қаймақтың өзін ғана салып жасасаңыздар да дәмді болады. Майонезіміздің үстіне фаршымыздың барлығын саламыз. Фарш салғаннан кейін үстіне тағы да жаңағы қалған картошкаларымызды салып, бетіне майонезді жағып, қызып тұрған 250-280 градустағы пешке 35-40 минут пісіріп аламыз. Менің тағамым 45 минутта пісті, суының барлығы тартылды. Енді осы тағамның үстіне жаңағы теркадан етіп қойған сырымызды себеміз. Сырымызды сепкеннен кейін 2-3 минут қана пешке салып аламыз. Себебі тамағымыз ыстық болып тұрғаннан кейін сырымыз тез ериді. Бізге сырымыздың ерігені ғана керек.
сырым 2-ақ минутта еріп кетті. Біздің тағамыз дайын. Өте оңай жасалынады. Қолдарыңыз бос емес кезде теркадан өткізіп пешке сала салсаңыздар 45 минутта астарыңыз дайын болады. Ең бастысы бұл өте дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.